Сәлеметсіңдер мен балалар. Здравствуйте, ребята. Бұл қазақ тілі сабағы. Это урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұмбақ. Тема сегодняшнего урока – загадка. Бірінші тапсырма. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Первое задание. Слушайте и повторяйте. Мен ертегі білемін. Я знаю сказку. Мен жұмбақ білемін. Я знаю загадку. Ал енді балалар, екінші тапсырма, второе задание. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Қандай қарындаш? Какой карандаш? Я, дұрыс айтасыңдар. Қызыл қарындаш. Ал мынау қандай қарындаш? А это какой карандаш? Правильно, көк қарындаш. Ал мынау қандай қарындаш? Если не успеваешь ответить на вопрос, можешь видео поставить на паузу и ответить. Дұрыс айтасың, қара қарындаш. Ал мынау қандай қарындаш? Я, балақай, дұрыс айтасың, бұл сары қарындаш. Жарайсыңдар балалар, молодцы ребята. Ал енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасырып көрейін. А теперь, ребята, отгадайте загадки. Аппақ қардай, дәмі балдай. Ол не? Белый, как снег, на вкус очень сладкий. Как вы думаете, что это? Конечно же, сахар. Әрине балалар, бұл қант. Жарайсыңдар балалар, молодцы ребята. Следующую загадку отгадайте. Бір үйде көп бала, біреуі көк бала, біреуі қызыл бала, біреуі қара бала, ал біреуі сар бала. Қалай ойлайсыңдар, бұл не? Әрине балалар, бұлар қарындаштар. Балалар өте жақсы. Отлично, ребята. Балалар, енді келесі тапсырма. Қарындаштың суретін салыңдар және бояңдар. Ребята, следующее задание. Нарисуйте карандаши и раскрасьте. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. На этом, ребята, наш урок окончен. До свидания.